Сәлеметсіздер ме оқырмандарым? Ғалымдар Алланың есімдерінің бірқатар ауруларға ем болатындығын дәлелдеген болатын. Ендеше пайдаңызға жаратып, ем болу үшін өзіңізге көмек беріңіз. Алланың әс-Самиғ есімін 21 реттен оқысаңыз, құлақ ауруына ем болады. Алланың әл-Жаппар есімі 237 реттен қайталасаңыз, омыртқа ауруына көмектеседі. Әл-Бади есімі 117 реттен қайталасаңыз, шаш саулығына әкеледі. Әл-Қауи есімін 147 реттен қайталаңыз, бұлшықетті нығайту үшін көмектеседі. Әр-Разақ есімін 339 реттен оқысаңыз, жүрек бұлшықетін нығайту үшін көмектеседі. Әл-Жаппар есімін 237 реттен қантамырлар аурулары кезінде оқылады. Я Алла есімі 152 реттен оқысаңыз, жаман аурулардан қорғайды. Мұрын аурулары кезінде Әл-Латиф есімін 16 рет, Әл-Ғани есімін 1591 рет, Әр-Рахим есімін 289 реттен оқыңыз. Аяқ аурулары кезінде Алланың Әр-Рафиқ есімін 283 реттен оқыңыз. Көз аурулары кезінде Әл-Мұтағали есімін 572 реттен қайталаңыз. Әл-Рауф есімін ішек аурулары тоқ ішек кезінде оқисыз, 318 реттен қайталаңыз. Ән-Нафиқ есімін бауыр аурулары кезінде 232 реттен қайталаңыз. Әр-Рашид есімін ер мүшесі ауруы үшін 545 реттен қайталаңыз. Семіздіктен құтылғыңыз келсе, 232 реттен Ән-Нафиқ есімін қайталаңыз. Әл-Хади есімі 51 реттен қуық аурулар кезінде оқылады. Әр-Разақ есімін өкпе ауруы кезінде 339 реттен қайталаңыз. Ән-Нафи есімін сүйектер үшін 232 реттен қайталаңыз. Әр-Рауф есімі тізенің саулығы үшін 318 реттен оқылуы керек. Алла есімін шаш, қайызғақ немесе тағы басқа жағдайлар болған кезде 102 реттен қайталаңыз. Ән-Нұр есімі жүрек аурулары кезінде 2089 реттен қайталаңыз. Жүрек қан тамырлары үшін Әл-Уаххаб есімін 45 реттен қайталаңыз. Әл-Мұғни есімін 1131 реттен қайталасаңыз, жүйке жүйесіне көмек береді. Әл-Ғани есімін 1091 реттен қайталасаңыз, мигрень ауруына шипа болады. Зоб тамақ аурулары кезінде Әл-Жаппар есімін 237 реттен қайталаңыз. Көзіңізге шипа болу үшін Ән-Нұр есімін 278 реттен, Әл-Басир есімін 333 реттен, Әл-Уаххаб есімін 45 реттен қайталаңыз. Асқазан ауруы үшін Әр-Разақ есімін 379 реттен қайталаңыз. Бүйрек ауруына ем болу үшін Әл-Хай есімін 49 реттен қайталаңыз. Ас-Сабур есімін 49 реттен қайталасаңыз, ішек ауруларына ем болады. Ұйқы безі және диабет ауруларынан Әл-Бари есімі 245 реттен қайталасаңыз, ем болады. Әл-Халик есімін 762 реттен қайталаңыз, жатыр ауруы бедеуліктен ем болады. Әл-Мұхаймин есімін 1076 реттен қайталасаңыз, ревматизм ауруына ем болады. Әл-Захир есімін 1137 реттен қайталау арқылы көздің жүйке жүйесіне көмек бересіз. 1512 реттен Әл-Хафид есімін қайталау арқылы қан қысымы ауруларынан құтылуға болады. Әл-Қауи есімін 174 реттен қайталау арқылы айрықша безі және тимус ауруларынан ем болады. Біз Алланы неше рет есімізге алсақ, Алла бізді сонша рет есіне алады. Алланың есімдері сіздің денсаулығыңыздың жақсаруына көп септігін тигізсе деген ниеттемін. Әрбір адамға ем болсын. Пайдалы ақпараттардың көп адамдардың білгенін қаласаңыз, арнамызға жазылып, достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады.